Баршаңызға қайырлы күн. Менің дәмді тағам каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айкерім. Біз бүгін осындай дәмі өте дәмді, жасалу жолы оңай, жаппасай тағамын жасайтын боламыз. Алдымен біздер барлық қосатын ингредиенттерді жуып тазалап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай бізге тәтті бұрыш, қызанақ, пияз, сәбіз, сарымсақ, сонымен қатар етімізді, қамырымызға бір жұмыртқа, картопымызды, аскөгімізді дайындап қоямыз. Мен тамақтарға осындай зәйтүн майын пайдаланамын. Сіздерде болмаса, сұйық май пайдалансаңыздар да болады. Немесе осындай малдың ішкі майынан ертіп май қатырып алыңыздар. Бұл өте пайдалы. Кеңес берем сіздерге де. Және бір қасық тұзымызбен електен өткізілген 250-300 грамм ұнымызды пайдаланамыз. Ең алдымен біздер қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін мен қамырына осындай укропты қосатын болам. Сіздер қаламасаңыздар, жай еттің қамырында етіп илесеңіздер де болады. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды, көк шөбімізді, тұзымызды және 10 грамм суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Суымыз жылы болу керек. Барлығын жақсылап араластырып алып, електен өткізіліп дайындалған ұнымызды осылай жайлап салып отырып, еттің қамырында етіп, өте қатты тығыз да емес, болжыраңқы да емес етіп осындай жақсылап нанды илеп аламыз. Қандай керемет осындай нан шығады. Ең қандырып илеп алғаннан кейін бұны целлофан мешокқа салып қойып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы бастыруларыңызға кеңес берем. Иі қанғаннан өте дәмді болады. Келесі кезекте пиязымызды екіге бөліп, осылай етіп, әдемілеп, жіңішкелеп турап аламыз. Осындай етіп әдемілеп тураймыз. Және де етімізді ұсақтап осындай етіп тураймыз. Қандай малдың еті болса да өз еріктеріңіз, менде бұл сиырдың еті. Келесі кезекте сәбізімізді және картопымызды да осындай ұсақ етіп, төрт бұрышты етіп тураймыз. Менде осындай фигурный пышақпен турайым әдемілік үшін. Сіздерде болмаса ештеңе етпейді. Жай пышақтарыңызды пайдалансаңыздар да болады. Картопымызды да осындай етіп әдемілеп, осындай етіп турап аламыз. Келесі кезекте тәтті бұрышымызды да төрт бұрыштылап турап, және де сарымсағымызды да тураймыз. Немесе үккіштен өткізсеңіздер де болады. Әркім өз қалауы бойынша. Көріп отырғаныңыздай барлық тағамымызды, ингредиентімізді турап дайындап алдық. Қолжетімді барлығы. Осылай етіп турап аламыз да, қазанымызды отқа қойып, бір қыздырып алып, үстіне майымызды да құйып, 2-3 минутқа отқа қойып қыздырамыз. Осылай қызып тұрған майымыздың үстіне ең бірінші жуамызды салып, жай отта, орташа отта немесе 5 минуттай қақпағын жауып қуырып аласыздар. Осындай өте керемет жұмсарған жуа болады. Және осының үстіне етімізді салып, етті де 10 минуттай қуырсаңыздар болады. Өзінің суы шығып, осындай өте керемет болып етіміз қуырылады. Қызарып, осылай етіміз қуырылады. Осының үстіне енді біздер картопымызбен сәбізімізді бірге салып 5 минуттай орташа отта қуырамыз. Бұл уақытта біздер қызанағымызды осылай турап аламыз. Кішкене ғана батырмастан тураймыз да, бұны ыдысымызға салып, үстіне қайнаған ыссы суымызды қоямыз. Бұны мен негізінде томатный пастаның орнына пайдаланам. Сіздерде қызанақ болмаса, ешқандай қиналмаңыздар. Бұның орнына томат пастасын пайдалансаңыздар да болады. Немесе қолдарыңызда болса 3-4 штуктан қызанағын салыңыздар. Келесі кезекте подливымыздың үстіне осылай тәтті бұрышымызды, сарымсағымызды салып, тағы да 2-3 минут бұқтырып, жай отта қоямыз. Ол аралықта біздер осылай қызанағымызды ыссы суымыздан аламыз. Барлығын алып, жайлап енді сыртын
осылай ашып бастаймыз. Помидорларыңыз суда толық батып тұрғаны жақсы, өйткені сыртының жеңіл ашылуына көмектеседі. Осылай етіп барлығын жеңіл түрде осылай ашып аламыз. Бүткіл керек емес түбіндегі қара дақтарын бәрін аламыз. Осылай етіп барлығын алып помидорымызды тазалап, енді турап бастаймыз. Бұны да 4 бұрышты етіп, немесе ұзыншалап, өз еріктеріңізде турап, қазанымызға салып, үстіне осылай қара бұрышымызды себеміз. Және де жарты қасық немесе 1 қасықтай тұзымызды саламыз. Мен енді жарты қасық салып жатырмын. Менің етім тұздалған. Сіздерде енді қарайсыздар, еттеріңіз тұздалған болса, аздап саласыздар. Осылай барлығын салып, керемет дым күймеген, жақсы бабымен пісіп жатқан подлива. Осының үстіне 200 граммдай суымызды құйып, картопымыз, барлық подливкамыз ішіне батып тұратындай етіп, суымызды құямыз. Және 2 лавр жапырағын салып, астын барынша отын ашып, қатты отта бүлкілдетіп бір қайнатып аламыз. Осылай қайнатып аламыз да, қақпағын жауып, жарты сағат 45 минутқа бұқтырып қоямыз. Етіміз әбден піскенге шейін. Енді біздер қамырын жаятын боламыз. Қандай керемет, осындай өте жұмсақ, бабымен тұрған керемет қамырымызды көріп тұрсыздар. Осыны енді еттің қамырындай етіп, әдемілеп жайып аламыз. Осылай әдемілеп, үлкен етіп, қатты қалыңда емес, қатты жұқада емес етіп, осындай әдемі қамырымызды жайып, көріп тұрғаныңыздай, менде біршама үлкен қамыр пайда болып жатыр. Осыны әбден өстіп, жұқалап, міне, қандай керемет қамыр шықты бізде. Жайып аламыз. Барлығын біркелкі жайғаннан кейін, енді үстіне майымызды жағамыз. Мен бүгінше зәйтін майын пайдаланып жатырмын. Кей күндерде менде сары майды да ерітіп, үстіне жағатын болам. Оның ешқандай разницасы жоқ. Осылай етіп, әдемілеп біркелкі етіп жағып алыңыздар. Май тимей қалған жер болмау керек. Барлығын жағып болған соң, енді қамырымызды әдемілеп тураймыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 27-30 түйір осындай қамыр шықты. Үлкен де емес, кіші де емес. Осының барлығын енді жаңа пісіп жатқан, қандай керемет осындай міне подливкамыз дайын болды. Дәмі тіл үйретіндей болайын деп тұр. Осының үстіне енді біздер жаңағы қамырымызды май жаққан жағын төмен қаратып, барлығын бір-бірден қойып шығамыз. Үстісіне қоямыз, ешқандай жабысып қалмайды бір-біріне май жаққандықтан. Барлығын біркелкі етіп осылай қойып аламыз, әдемілеп. Подливкамызды барлығын бетін жауып тұрады. Осылай барын қойып алғаннан кейін, қамырыңыз қалың болмаса, 25-30 минуттың ішінде жай отта пісіп дайын болады. Енді біз қамырымыз піскенге шейін бетін әсемдейтін осылай көк шөптерімізді, жуамызды турап аламыз. Осындай етіп әдемі формада турадым, әдемілік үшін. Барлығын турап аламыз да, енді қамырымызды тарелкамызға біртіндеп осылай қойып шығатын боламыз. Барлығын осылай жайып, айналдыра, домалақ етіп қойып аламыз да, осының үстіне енді подливкамызды саламыз. Қандай керемет, осындай өте көзге әдемі көрінетін, жегенде дәмі де сондай керемет болатын осындай керемет тағамыз дайын болды. Бұл енді біздің үйдегі 5 адамға дайындалған тамақ. Барлығына тойымды керемет жетеді деп ойлаймын. Қандай керемет, осылай барлық аскөктеріңізді үстіне орналастырып, осылай етіп дайындап, отбасыңызды қуантсаңыз болады. Осындай тамаша тамағымызды және де қонағымыз келгенде де ұялмай қоя аламыз. Көріп тұрғаныңыздай қандай сүйкімді тамақ шықты. Менің каналымда аяғына шейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді ұмытпаңыз. Рахмет.